кел балақай, дәрумендерге бай көкөніс түрлерімен танысайық. Көкөніс атаулары. Сарымсақ басы бірнеше бөліктерден құралады. Ақ түсті, дәмі ащы, иісі өткір. Пияз, түйнегі үлкен, етті, сопақша және шар пішінді. Түсі сары, қоңыр, қызғылт көгілдір, кейде ақ түсті болады. Дәмі ащы. Картоп, қабығының түсі қоңыр, іші ақшыл сарғылт, сабақ басында шоғырланып орналасады. Сәбіз, түсі сары, қою сары, конус тәрізді, тәтті, дәрумендерге бай көкөніс. Жүгері, сары түсті, дәмі тәтті, пішіні конус тәрізді. Қырыққабат, ашық жасыл түсті. Қырыққабаттың жапырақтары бір сабақтың түбінен шығып, кезектесіп орналасады. Астыңғы бөлігіндегі жапырақтары үлкен, біршама қалың, етті, жиі орналасқан, ал сабақты бойлай шыққан жапырақтарының пішіні сопақтау болып келеді. Қызанақ, жемісі өте шырынды, пішіні домалақ, сопақ, көлемі жағынан майда, әрі ірі болады. Ашық күлгін, қою қызыл, сары түсті болып келеді. Қияр, шырынды, қабығының түсі жасыл, бүртігі болады. Іші ашық жасыл, дәнді, көлемі сопақ. Қызылша, ақ және қызыл түсті болады. Өзі қатты, дәмі тәтті, етті және шырынды. Асқабақ, жидек, ірі, пішіні дөңгелек, сопақша, көбіне түсі сары, не қою сары болады. Шырыны жұмсақ, өте дәмді. Баклажан, немесе баялды, жемісі жұмыр, алмұрт не қияр тәріздес, қоңыр не қара күлгін түсті. Аскөк, өткір, хош иісті, жапырақтары жіңішке. Үшкір, көп тілімді, түсі жасыл, гүлдері майда, ашық сары, хош жынысты.